Selam dostlar. Bu videoda biz osmonda keremет minimalizm stilinde жасалған жасырын panel қалай жасайтынын көрсетемін. Видеоны бастамас бұрын әдетте каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Ал біз бастаймыз. Minimalizm жасырын panel жасамас бұрын біз алдымен Microsoft Store дүкеніне кіріп осындай программа атауын іздейміз. Оны орнатамыз. Болды. Енді сізде де осындай минимализм стилінде жасалған панель задаш тұрады. Сіздерге осындай видео қызықты болса, лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңызға жіберсеңіз де болады. Келесі видеода кездескенше сау сәлеметте болыңыз.